Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен банан қосылған панкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ дәмді болып шығады. Ол үшін жұмыртқа, банан, сүт, сары май, қант, ұн, қамыр қопсытқыш керек болады. Барлық керекті заттар бөлме температурасында болу қажет. Ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстіне қант салып, қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Бананды шанышқының көмегімен әбден еземіз. Түйіршіктер қалмауы керек. Одан кейін ерітілген сары майымызды саламыз. Оның үстіне сүтті құямыз. Жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бананды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, оның үстіне қамыр қопсытқышты салып дайындап алыңыздар. Біртіндеп жаңағы сұйық массамызға салып, араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек, жақсылап араластырыңыздар. Одан кейін табамызды отқа қойып, қыздырамыз. Қызған табаның үстіне панкейктерді құйып, пісіретін боламыз. Панкейктердің үстіне тесіктер пайда болғаннан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Банан қосылған панкейктер дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.